Құрбымның үйіне қарай келе жатырмын. Қарызға ақша сұрауға. Күйеуімнен ерте айырылыстым. Шылмен қалдым. Үшеуін де итшілеп жүріп өсірдім. Үшеуі де Сойталдай азаматтар қазір. Арты 25-те, үлкені 35-те. Үшеуі де бірде жұмыс істейді, бірде жұмыс істемейді. Әйелдерімен айырылысқан. Енді күнде болмаса да екі күннің бірінде үйде төбелес жанжал. Тура әкелері сияқты. Ішіп алса болды, төбелессіз, айғай-шусыз, боқтықсыз күніміз өтпейді. Мас болған кезде біреулер құсап жатып ұйықтамайды. Аяғынан сүрініп құлап шаршағанша маңайындағы мазаларын алады, ұйықтамайды. Бүгін де міне екеуі жоқ, ортаншыл келді. Менің мына кредитім бар, мини кредит ала алмай жүрмін. Мына біріншісін жабу керек. Соған қазір жұмыс болмай жатыр. Міне жауып бер осы айдыкін деп. Ақша жоқ қой, міне жұмыс істеймін, сендердің кредиттерің, біреулерің, екіншілерің, үшіншілерің кезек. Өзім нан шайыма ғана қалтырам. Бір тиын қалтырмайым. Үстіме де алатын киім, мына киетін киім де қалмады деп едім. Айғай-шу шықты, сен анадыра көмектесесің, маған көмектеспейсің деп. Соны киімде шықтым, тауып берейін деп. Подружкам берді ақшаны. Берді, бірақ кетіп бара жатқанда айтты. Сен осы мына ақымақ балаларынан шаршаған жоқсың ба? Жалыққан жоқсың ба? Ана күйеуің қандай еді? Мынадарың тура солай. Өмірің қорлықпен өтті ғой. Мынадар адам бола алмайды, мына үш балаңда сенің деді. Үндегем жоқ. Рахмет деп ақшаны алып кеттім. Бакер банкке төледім. Төлегеннен кейін көшеге шықтым да бір сәтке банктың алдында сүмірейіп тұрып қалдым. Өмір сүргім келмей кетті. Өмірдің мағынасы кетті. Өмірден жалықтым, шаршадым. Жаңағы подружкам айтқан сөздерінің барлығы дұрыс. Күйеулері үйінде алқаш болған, балаларым да алқаш. Олардың өзгеретін түрлері жоқ. Шеттенен эгоист. Біріне бір жанашуды білмейді, біріне бір тұрғым анасы мен де маған да жанашымайды, құрметтемейді. Тура әкелер сияқты бір жылы сөз айтып көрген жоқ өмірлерінде. Анашым деп иығымнан келіп құшақтап көрген жоқ қой. Қатыгез әкелер сияқты деп сүйретіліп келе жатырмын, сөмкемді сүйреп. Екі көзімнен өзім болып ағып келе жасым. Көшеде кісілерден де ұялмаймын. Бәрі мас деп ойлайтын шығар. Бір уақытта бір көлік тоқтай қалды, шетелдің көлігі қымбат. Ішінен екі жігіт түсіп тез жетіп келді қасыма. Апатай, сізге не болған айтыңызшы, неге жылап келе жатсыз? Түріңіз әппақ қудай, не болды сізге деп. Кім дейсіз, айтыңыз. Қазір жан шығарып жіберейік деп. Екеуі де Сойталдай мықты жігіттер екен. Спортсмендер жігіттер сияқты. Сіз мына жүгіріп келгенде шошып қалдық па, сізді қорқытып жібердік қой деймін. Мен полиция қызметкермін. Мынау менің бауырым. Бізден қорықпаңыз, айтыңыз. Үйге апарып тастайық, үйге апарып тастайық. Скорый шақыр десеңіз, скорый шақыртайық. Не болды сізге? Неге жылайсыз бұлай деп. Әйел адамдар жылатуға болмайды. Сіз сияқты анамыз бар біздің де деп. Ондай өмірімде ондай жыл сөздерді естіп көрмеген мен бір ауыз сөз айта алмадым оларға. Сілкиіп тұрмын. Екеуі екі жағынан қолтығынан демеп, мына отырыңызшы деп көшедегі орындыққа отырғызды. Жетектеп әкеп. Біреуі алақанымен үстіңізді бұлғап алмаңыз деп ана скамейканы сұрып жатыр. Не деген құрмет, не деген мейірімді жігіттер. Әздер дегенде сөйлеп, ұлдар менде бәрі жақсы. Мен бір оқиға есіме түсіп кетті ме, соған жылап келе жатырмын. Болды, ұлдар, көп рахмет, ризамын сендерге. Сендердей ұлдары бар. Ана бақытты шығар, аналарыңа рахмет. Көп рахмет дедім, әзер, тілім күрмеліп. Жақсы апай, ондай болатын болса, кішкене отыра тұрыңыз, есіңіз жинаңыз. Болмайтын болса, скорый шақырыңыз. Әйтпес айттық қой, мен апарып тастайық деп. Жоқ, болды, көп рахмет, бара беріңдер дедім. Олар арттарына қарай көліктеріне отырып кетті. Мен, Алла, неге менің балаларым мынандай емес, мынандай балалар емес? Неге маған мынандай балалар менің мейірімді? Мынадарға қарап отырып, рахаттанып өмір сүруге болады ғой. Шіркін-ай, шұпылымның біреуі осындай болса, менен артық бақытты бала адам болмас еді деп орнынан тұрып, үйіме қарай сүйретіле кеттім. Әңгіме автордың рұқсатымен оқылды.